Сәлеметсіздер ме? Сіздермен таныш болпам. Бүгін сіздерге самсаның құпия рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта рецепттерді жіберу алмасын үшін YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны бастай кетіңіздер. Ең алдымен еректен өткізілген ұнымызға суымызды құйып, тұз салып, бір жұмыртқаны салып, ерітілген орташа температурадағы сары майымызды құйып аламыз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ, жұмсақ қамыр болып шығады. Салафанға салып, холодильникке 20-30 минут көлемінде тындырамыз. Тынған қамырды 3 бөлікке бөліп, жұқа етіп жазамыз. Қамырдың ортасын ұнмен емес, кукурузный крахмал немесе картоп крахмалын қолдансаңыздар да болады. Құпиясы осы жерінде үгітілмелі самса болып шығады. Жазылған қамырдың арасында сары майымызды кезек-кезек жағып, жақсылап, арасында ауа өтіп кетпейтіндей орап шығамыз. Рецепттің мөлшерін описание бөліміне қалдырып кететін боламыз, ол жерден көрсеңіздер болады. Үстінен қолымызбен 2 рет видеодағыдай басып шығатын боламыз. Жақсылап орап, салафанға салып, холодильникке кемінде 4 сағат немесе 1 түнге қалса тіпті жақсы болады. Дайын самсаның қамырын бөліктерге бөліп, өзіңіз қалаған формада түйіп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітмақ сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ас болсын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызға ұнайды. Егер де видео ұнаған болса, комментарий бөліміне пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын.